Жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Аталған жұмыс аясында полиция қызметкерлері үй-үйді аралап пәтер иелерімен кездеседі. Әр тұрғын өзінің учаскелік полиция инспекторын және оның телефон нөмірін білу керек. Шара аясында тәртіп сақшылары өздері туралы мағлұмат беріп, сонымен қатар тұрғын үйлер мен дүкендердің кіреберістеріне телефон нөмірлері көрсетілген ақпараттық парақтарды ілді. Ағымдағы жылдың тамыз айының 14 мен қыркүйек айының 30 аралығында Ақтау қаласы көлемінде учаске жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Іс-шараның мақсаты учаскелік полиция инспекторлары тұрғын үйлер мен пәтерлерді аралау, ішкі істер органдарында есепте тұрған тұлғаларға түсіндірме жұмыстарын жүргізу, тексеру, жалдамалы пәтерлерді анықтау бағытында бірқатар жұмыстар ұйымдастырылуда. Рейд жұмысы алдымен 11-ші шағын ауданнан басталды. Мұнда 14.380 адам тұрады. Оның 24-і ішкі істер органдарында есепте тұр. Әйгерім Бөлекбаева 11-ші шағын ауданда 10 жылдан бері тұрады. Ол бүгін учаскелік полицейлердің жұмысына ризашылығын білдірді. Осы ауданда тұрғалы учаскелік милицияларға шаруамыз болса, шағымдарымыз болса, міндетті түрде хабарласып тұрамыз. Бір-бірімізбен тығыз байланыста жұмыс жасап тұрмыз. Оларға ешқандай неміз жоқ, өкпеміз, ренішіміз жоқ. Өте рахмет, жұмыстарын жедел және тез атқарып, әйтеуір жаны ашып, өздерінің адамын ұқсатып, жаны ашып, жүгіріп шаруамыздың барлығын бітіріп атады. Айта кетейік, учаске шарасы қыркүйектің 30-на дейін жалғаспақ. Іс-шараның негізгі мақсаты халықпен қарым-қатынасын нығайту. Учаскелік полиция инспекторы кез келген уақытта заңдылық пен құқықтық тәртіпті сақтаумен байланысты мәселелерді шешуге әрқашан дайын екенін еске салады.